Everyday hustle like William. Yeah. Так. Бүгін біз Сата деген ауылдамыз. Біз қонақтап қалған үйді сіздерге көрсетеміз қазір. Бұл үйдің бір ерекшелігі мешіт қасында. Ана жерде мешіт бар. Және де магазин бар. Бұл үйдің өзі магазин. Тағы айта кету керек нәрсе, бұл жерде газ жоқ, адамдар көмірмен ағаш жағады. Ана жерде ағаштар, тезектер, көмірлер бар. Тезектер жағдай сечен біздің. Қойыңыз. Познавательный контент бұл. Познавательный контент. Көмір ана сечен. Бұл пеш. Достар қараңыздар. Апа қайсы? Қаласында. Қалайсыз, жақсы ма? Біз румда тұратынбыз. Мынада. Мынау біздің завтрак айтып ужин ішетін жеріміз. Мына біздің братан. Осы үйдің жігіті. Біз қалған бөлме. Осындай өте керемет жер. Уютный. Апай, сіздің атыңыз кім? Төсек. Апай, атыңыз кім? Дариға. Біз влог түсіріп едік. Біздің Дариға апамыз. Достар, айта кету жөн, егерде Көлсайға келіп қонғыларыңыз келсе, іздесеңіздер, осы үйге Дариға апайымызды десеңіз болады. Айдос қой да магазин аты? Айдос деген магазин қасында осы үй. Келіңіздер. Тем. Ой, рахмет. Енді біз жайғасайық кішкене. Жайғасайық. Қалай? Жайғасайық деймін да. Жайғасайық. Сол. Қайтадан бәріңе сәлем. Біз енді бүгін күні бір 3 каньонға барамыз. Біріншісі Қара каньон. Осы жердеміз. Екіншісі Лунный каньон деп айтылады. И соңғы баратын жеріміз Чарнынский каньон, көп адам білетін. Бұлай көрінеді екен. Ал каньон енді өзі. Айынан басылады. Бұлай. Деп. Бұлай кетеді. Мына жерде кішкентай несі бар. Чай, кофе ішіп жүр. Бұлай әдем көрінеді екен, Сол, короче. Қатты көретін жоқ бұл жерде, Қара каньон болған үшін. Чарнынский каньон, может, көбірек каньонға ұқсайтын шығар, біздің фильмдерді көріп жүрген. Сол, так, біз екінші локациямызға келдік. Лунный каньон деп аталады. Неге Лунный каньон деп аталады екен, тәке? Естімей қалдым. Мен айтып берейін сізге. Құстың көзімен қарасаңыз үстіденше, мынау полулунный болып тұрып көрінеді екен да. Полулунный. Да. И вот. Сол себепті осыны Лунный каньон деп атап кетті. Былай қарасаң. Познавательный контент кішкене жасап жүрейік. Мына жерге көрген жеріміздей. Жәлдік қара, қырылып. Қара каньон бар ғой, ол жер тас еді. Ал мына жер енді құм мен глинаның қосындысы дей ма, не деді, сондай. Көріп тұрғанда өзі. Ай, кетеді. Қамаз жаңағы көже деген еді. Ол не? Көже деген деск көже жасап берсе кайф па?
Siz de hoş geldiniz değil mi? Bu жерде қымыз сатпау керек. Жоқ. Сорпа. Жоқ, сорпа емес. Сен ойында кім жемейсің? Хайди. Типа хамап білесіз. Так, біз соңғы локациямыз. Чарынск каньонға келдік. Астына түсуге ерінді мен. Былай көрсетейін. Былай астынан да жол бар жүруге. Былай үстінен де жол бар. Ана жерден viewpoint-тан көре аласыңдар. Осылай. Қазір ана төмпешікке хотя бы астына түспесек те көрейік. Не бар екен. Познавательный контент. Енді бұл жер кейбір деректерге сүйенсек 25 миллион жыл бұрын теңіздің астында болды. Чарынский каньон. Чарли басқа да екі каньон осындай. Чарынский каньонда қара Черный каньон мен Лунный каньонның қосындысын көре аласыңдар еді. Осы жерде көбінесе көп ана джип машиналарының рекламасы түсіріледі. Toyota, Hyundai дегендер. Басқа не қызған не айтқаныңыз? Информация. Так. Басқа. Кішкене апасын алып екен. Вот, осындай. Каньон. Мына жер көрейік. Астында адам жүріп бара жатыр. Өте выгодно біз келдік осы ше. Ауа райы да өте әдемі болды. Шүкір. Еще ақшасы жақсы болды, жақсы жерде тұрдық енді. Ауыл бұл жерде не маған аңырсаңызшы. Диск. Кетейін деп тұрсың ба? Ақ кетсе мен мына жерде кетіп қалайын деп тұрмын примерно. Әдемі. Kendime esir oldum. Деп ана жерінде речка бар деді ғой, ең соңында жүріп бару керек. Сол. Ар жағында Қытай қателеспесем. Көп турист бар екен. Ана жерде тәке тұр үстінде. Кемет асыға. Мына жерде көрейін ба деп ойлаймын. Пожалуйста, Димаш, пожалуйста, мынаны шығамын деп ойлаймын. Қасында адам жоқ. Сосын шықпасам жақсырақ болады ау. Шақырма просто. Мен қалай аулау керек білесің бе? Так, солай. Біздің осылармен 3 күндік кампымыз бітті. Тәке екеуміздің. Иншалла алдыңғы күндерде де бұдан да әдемі, бұдан да күшті елдерге саяхатымыз болар. Қарап қойыңыздар. Осы уақытқа дейін ерімей көріп отқан адамдар болса, рахмет. Бұйырса үлкейгенде де осыны тәке екеуміз еске алып көріп отырамыз деген үміттемін. Сол, давайте. Everyday hustle like William. Yeah.